Армысыздар қазақ елі. Біз қазір Есентай молда тұрмыз. Жоқ, қалай түсірмеймін мен? Сіз мына жерде отырсыз, сіз ресми тұлғасыз. Сіз бұл жерде ресми тұлғасыз. Өткенде мен айтып ескерткем осы туралы. Мынаны түзетіңдер деп. Маркетинг бөліміне жаздым хат, жауап жоқ. Бір игнорға қоятын сияқты да. Қолмен жаздыңыз ба, деп қалай жаздыңыз? Хатпен жаздым, кәдімгі почтадан жібердім. Тек осы жерде дұрыс жауап берген Абылай деген бауырым. Сол баланың жауабына риза болдым да мен үндемей кеткем. Енді міне келіп түсіруге тура келіп тұр. Міне мемлекеттік тілді менсінбейді бұлар. Менсінбеумен бұл иностранецтерге арналған. Енді мына жерде мен жүруіме болмай ма? Мен қазақпын. Мың өліп, мың тірілген. Жүрмей деп жатқан жоқпын. Міне. А мен түсінбеймін. Түсінбеймін оны. Міне сұрасаңыз сізге түсіндіріп бере аламын. Оны түсіндіріп беретін не керегі бар мен? Мен мына буклет керек маған. Хорошо, біз руководствоға айтамыз. Қазақша. Осыны айтыңыздар да түзетіңіздер. Да, вам нужно будет. Міне мына жерге тек шетелдіктер келеді дейді, сонда қазақтарға жол жоқ па бұл жерде жүруге? Дереу түзетуін талап етеміз. Осымен тікелей эфирімді аяқтаймын. Жазып алыңыз. Да,